Сәлеметсіздер ме? Мен осы Астананың тұрғынымын. Есімім Алишай Өсербөбі Кабылбековна. Басынан сіздерге бір айтар жайым бар. Басынан өткен бір қиындық бар. Соны сіздерге жеткізейін деп отырмын. Осы мен бір дачам бар еді. Бар жалғыз бір үйім, сол дачам семьямен сол жерде тұрып атқан мен. Былтыр снос болған. Соған маған өкімет 5 миллион 438 мың аударды дачама. Сол дачамды 5 миллионды мен алып, там пәтер алуым керек қой. Семьям үлкен, пенсионермін, көп балалы анамын. Соған 5 миллионды қаяққа жеткізем деп ойлана отырып, бір көршім маған бір таныс адвокатын берді, адресін берді, телефонын. Бірақ о бала, мен тоже сол бала, мен танысып, сол баланы біз тоже білеміз. Ол сол жердегі дачалармен айналысып жүрген, бізге де көмегі тисін деп сол баланы жалдадым, сол адвокат баланы. Сол адвокат баланың есімі Беркалиев Талғат Сергеевич. 28 шілде 1977 туылған Қарағанды облысының адамы. Сол адвокатқа көмек сұрадым енді. Адвокат қой енді, өкіметтің несі болған ең, жаңағы. Мен осындай 5 миллионымды семьям болса үлкен, соған жәрдем беруді өтініш еттім. Сол квартира 5 миллион маған жетпеді ғой деп едім. Ол айтты, сізге мен квартира алып бере аламын. Осы программамен 2%, 94 шаршы метрмен деді. Мақұл, ол үшін менің таныстарым өте көп, казначействода да көп, жаңағы оценщиктерде де көп. Сол кісілерге айтып, сіз маған сол үшін ақшаңызды снимать етіп беріңіз, сол кісілерге берейін. Сол кісілер квартираны істеп, одан кейін сіз кіресіз сол квартираға деп. Мен сосын бірге барып, оның машинесімен барып, Toyota Camry 097 номермен, қара Camry, сонымен Халық банкіде шотымнан 5 миллион 438 мың теңгені шешіп беріп, машинесіне отырып санап бердім. Сол кезде расписканы машинеде отырып маған жазып берді ол расписка. 20-шы бұл болған оқиға 20-шы қыркүйек 2019 жылы болған оқиға. Сол расписканы маған ол 20-шы қыркүйек күні алған, 2-3 күнде қайтарам. Қазір мына ақшаны мен сол кісілерге апарып беремін. Квартираны сізге туралай береді деп айтты. Сонымен мен сол ақшамды сол кісінің қолына беріп, кеттім, бердім сол кісіге расписка. Расписканы ол жазып қолыма берді. Сонымен расписканы алып алдым да ақшамды сол кісіге бердім. Содан кейін 20-сы болды, 20-сы мейлі, сол күні мен распискамды бердім, маған ол распискасын берді, 20-сы күні. 2-3 күнде хабар болып қалады деді, мейлі, жаңағы распискада 23 күнде қайтарам, 23-не қайтарам, сонда 3 күн болса 23-ші қыркүйекте қайтарам деген. Сол мен 23-ін күттім, 25-ін күттім, сөйтіп біраз күн күттім мен. Содан кейін звондасам, мен бос емеспін, занятпын, сіздің тірлігіңізбен айналысып жатырмын. Маған звонда деп айтатта қояды, басқа ешнәрсе, не болып жатыр, сен ертең болады, ар күні болады деп айттың ғой, онда істемесең ақшамды қайтар, істемесең, мен өзім-ақ алам. Жоқ, мен сізге квартира істеп беремін, мен ақшаларыңызды ана кісілерге, казначейство мен оценщиктерге таныстарым бар ғой, сол кісілерге беріп қойдым. Енді сол квартираңызды мен сізге жасап берем, алып берем, сатып алып берем деп, мені беспокоить етпеңіз деп. Мен қайта звондаймын. Одан кейін уже ол звондасам алмайтын болды. Автоответчикке қойып қояды да, ана занят, я занят деп, сонымен звондасам алмайды. Сонымен не істеймін енді? Содан маған сотқа жүгінуге тура келді. Бірінші милицияға бардым, ровд-ға мен. ровд мені қабылдамай қойды. Сізді ол ұрған жоқ қой, соққан жоқ қой, сіз ана квартира алып беріпсіз ғой деп қабылдамай қойды арызымды. Одан кейін мен сотқа жүгіндім. Қалалық жаңағы Алматы ауданының сотына жүгіндім. Сол жерге арыз жазып, 25-ші октябрьде бірінші сот болды. Примирительный деген сот болды. Сол жерге ол келген жоқ. Одан кейін ол келмегеннен қайттан оны 18-ші ноябрьге 18-ші жаңағы ноябрьде болады сот.
сол сотқа келіңіз деп оған звондады сот арыз бойынша. Ол сотқа келді. Сол жерде соттың алдында жоқ, мен бұл кісіден ешқандай распискада берген жоқпын, бұл кісіге ешқандай ақша да алған жоқпын мен деп мойындамады. Сосын барып сот айтты, неге мойындады? Сот менен сұрады, сізден ақша алды ма? Мен машинеде тура санап бердім. Ол расписка жазып атқан соның ішінде. 5 миллионды санап тұрып бердім оған. Менен алды ол ақша, расписканы жазып берді, сосын мен расписканы алдым, ақшаны берген. Ол тағы да санап алды өзіне ақшаны, дұрама деп. Содан кейін сот, онда екі жақтан келісім болмаған кейін, біз енді бұл расписканы экспертизаға жібереміз деп, сот айтты дағы, енді сот 15-не болады деді. 15-ші қаңтарда келесі сотқа деді. 15-ші қаңтарда сот шақырды, бізді бардық, оған да келген жоқ ол. Экспертизада Өзбекова эксперт қарап, сотқа осындай бұның қолы емес деп жіберіпті. Жаңағы нені, қолхатты. Бұл оның қолы емес деп. Сонымен сот жаңағы Беркалиев келген жоқ қой, сонымен Алишаева бұның қолы емес, мен енді шешім шығарам, Байкенова деген судья, мен енді шешім шығарам, сіздің Беркалиевтің қолы емес екен, сіз басқа келісесіз ба бұнымен деді. Жоқ, менен ол ақшаға мен келіспеймін, конечно, бұл келісе алмаймын мен деді. Сонда судья маған айтты, онда сіздің толық құқыңыз бар, басқа мекемелерге, басқа сот, сондай органдарға арыз жазып тастауыңызға, жүгінуіңізге болады деді. Сонымен мен жаңағы решениені маған шығарып берді, алдымдағы прокуратураға тапсырдым арыздарымды, жаңағы қалалық департамент полицияға тапсырдым, и мына ровд-ға тапсырдым, Алматы ауданының біздің. Ешқандай әрекет болатқан жоқ бұдан. Маған ешқандай әрекет болған жоқ. Анаған барсам, анаяға барыңыз, прокуратураға барсам, ровд-ға жібереді, ровд-ға барсам, департаментке жібереді, екі ортада сандалдым мен. Ешқандай маған жәрдем жоқ ешкімнен. Осындай болады ма, мысалы үшін? Қандай мен квартира алып жеп, сен жаңағы бала, мен жаңағы ақшамды бермейтін едім, бұрыннан танитын болған ең, жаңағы көршім таныстырып адресін берді ғой, бұрын дачалармен айналып жүрген ең, жаңағы талай біздің үйге келіп жүрген бала ол. Біздің үйден шай тамақ беріп жүрген, талай тірлігімізді де, көршілердің де біздің де дачаларды істеп жүрген бала болған ең, сеніп оған 5 миллионды тапсырдым. Квартира алып береді деп сенгенім ба, менің бар жазығым, сол сеніп бергенім ба менің. Сонымен қандай шады, мен осы алаяқ, бұл сонда мен өзім мен семьямның шырқы бұзылды, семьям менің уже шашырап жатыр уже. Қайтем мен енді, соттан қайыр жоқ, басқадан қайыр жоқ. Далада қалдым ғой мен, бала-шағамен квартира жалдап тұрып жатырмын енді. Сонда мен не істеуім керек? Осында жай халық, мен сияқты зейнеткер, мен сияқты көп бала аналар өйстіп шырылдап далада қала береді ма? Оған бір шара бар ма қолданатын? Сіздерге жазып отырған өтінішім, осындай алаяқ, осы Беркалиев, Талғат Сергеев сияқты алаяқтар, мошенник сияқты, осындай сұмдық адамдар, осындай. Міне, оның суреті міне. Беркалиев, Талғат Сергеевичтің міне суреті, көріп алыңыздар. Осы алаяқтар, осындай алаяқтардан алданған адам болған болса, маған хабарласыңыздар. Сіздерден өтінерім. Менің сонда сіздерге айтарым, сонда айтыңыздаршы. Сонда мен қалай мен, мынау сонда бәрі сот барғасам, сот шешім соның қолдап отыр, сол алаяқты қолдайды. Прокуратурада сол аяқты қолдайды. Сонда мен не істеуім керек? Осындай, сонда бұл жалпы бәрі құрылған топ па бұл? Мафия ма? Коррупция ма? Не бұл? Не деген масқара бұл сонда? Сонда жай халыққа ешқандай өкіметтен, басқадан ешқандай құқығын қорғайтын адам жоқ па? Сонда айтыңыздаршы, мысал үшін деп. Мен не істеймін енді?
Сонымен сіздерге осы шығайын дедім. Ана жақтан қайыр болмаған кейін, мына жерден қайыр болмаған кейін сіздерге жазып, көрермендерім жазып отырған жағдайым бар. Басымнан өткен жағдай. Енді басқа адамдар да не қылмасын. басқа адамдар жүріпті де сол жерде. Енді менің өтінерім, осы алаяқтан басқа адамдар бұған сеніп, бұл алаяққа түсіп қалмасын. Бұның қолына сіздерден өтінерім. Маған хабарласыңыздар. Бұлдан қайта не білейін, айтып кеттім ғой, осындай адамдар түсіп қалмасын деп айтарым сол сіздерге. Енді мен өмірімнің аяғына дейін күресем мен. Баратын жерге барам мен. Шындық бар шығар жерде. Шындық деген бар шығар. Шындық шығу керек қой, бұндай алаяқтар талтаңдап жүре береді ма? Оны сот қолдасы басқа болса, сонда бізді кім қорғайды? Сонда бізді кім қорғайды біз сияқты қарапайым адамдарды? Не істеуім керек мен? Бұдан басқа. Қаяққа барам? Бірақ мен баратын жерлерге барып жатырмын, әлі де барам. Номеріңізді айтасыз? Менің телефон номерім 8775 948 61 65. Осы номерге хабарласыңыздар. Жақсы, рахмет.